Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын баялдыдан жасалған түрік тағамымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Міне бізге тағамымызға керек заттардың барлығы көрсетілген. Тартылған етіміздің үстіне пиязымызды үккіштен өткізіп қосамыз. Тәтті бұрышты, төрт бұрышты етіп тураймыз. Үстіне тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі біз баялдымызды теңдей ортасынан бөлеміз. Тура осы видеода көрсетілгендей етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Баялдымыздың барлық жеріне тұзымызды сеуіп, 10-15 минутқа қалтырамыз. Он 15 минуттан кейін біз барлық тұзынан арылтып, жуып тастайтын боламыз. Енді біз таяқшамыздың көмегімен әдемі етіп гүл жасап шығамыз. Тартылған етімізді салып шығамыз.
Бетіне зәйтүн майы мен жарты кесе су құямыз. Қызанағымызды 4 бұрышты етіп, бетіне турап қоятын боламыз. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің баялдыдан дайындалған тағамымыз дайын. Жасап көріңіздер, ерекше дәмді болып шығады.